Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен алма бәлішін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер менімен бірге дайындап көріңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын дайындау үшін бізге ұн, сары май, уксус, қаймақ, сода, жұмыртқа, қант және де алма қажет. Алдымен ыдысымызға ерітілген сары майымызды, қаймағымызды, жұмыртқамызды және де қантымызды салып, шанышқымен араластырамыз. Және де бір шай қасық толтырмай содамызды салып, үстінен 2 капля уксусымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне електен өткізілген ұнымызды жай-жайдан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымызды илеп болды. Бізде осындай созылмалы жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осы қамырымызды тоңазытқышта 15-20 минутқа салып қоямыз. Енді бәлішіміздің салмасына кірісеміз. Ол үшін алмамызды осылай видеода көрсетілгендей 4 бөлікке бөліп, ортасын кесіп алып тастаймыз. Содан кейін осылай қиғашынан жіңішкелеп турап аламыз. Барлық алмамызды турап алдық. Енді осының үстінен 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз тоңазытқыштан шықты. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Bir жағын осылай кішілеу. Бұл біздің пирогымыздың беті болады, ал мына үлкен жағы пирогымыздың асты болады. Осы үлкен бөлігін алып, оқтаймен жайып аламыз. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ, себебі біздің алмамыздың суы ағып, қамырымызды тесіп жібереді. Менде осындай диаметрі 24 сантиметрлік форма. Енді осыған қамырымызды салып, шет-шетін қолымызбен жайып шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне салмамызды салып, қолымызбен тегістеп шығамыз. Енді пирогымыздың бетін жабатын боламыз. Осылай қамырымызды дөңгелектеп жайып алып, пирогымыздың бетін толықтай жауып шықсаңыздар да болады. Ал мен болсам осылай қамырымызды ұзынынан кесіп алып, жауып шығатын боламын. Ол өз қалауларыңыз бойынша.
осылай ұзыннан және де осылай қиқашынан жабыстырып шығамын. Осы бетіндегі қамырларды қойып жатқан кезде астындағы қамыр екеуін шеттерін жабыстырып біріктіріп қойыңыздар. Енді осы пирогымыздың бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісті. Мен енді осының үстін қант ұнтағымен әрлейтін боламын. Ол өз қалауыңыз бойынша. Біздің пирогымыз піскен кезде біздің алмамыздың суығы шығып, қамырымыз тесілуі мүмкін. Оны дұрыс түсінбей қалып жүрмеңіздер, ол қалыпты жағдай. Пирогымыз суығаннан кейін ол орнына келеді. Дәмі өте керемет, жұмсақ. Сіздерге ұнайды деген үмітте.